Сосын кейін осы дастарханды мысалға бұдан кейінгі отырыстың барлығында басқада дастарханда отырған дастарханда біреудің иығына емес ортаға бөліп үйрену керек. Сонда мына дастархан сонда әрі әдемі отырады, әрі өзіңнің отырысыңа өзіңнің қалағанын дейтін. Мысалы мен кеше ғана отырыста болып, неден жан жақтан келіп ішінде қонақтар болды, қонақтарға айтып, сіздерге не деп жоқ, мына идеяңыз дұрыс екен ғой деп. Сондықтан айналайын, тамаша отырыс, керемет отырыс. Жаңа айтқан кезде бір жерде бір ағайындардың несімен отырып, қайта звондап жатқаным сол, бір ағамыз сені тануың керек, Алтайда Дарбай деген көкеміздің баласы қайтып кетті ғой. Соның екі қызын құдалыға шақырып сонда болды. Сондықтан мынау ол соң болсын. Өшіріп жатқан оқыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Біз халықтың ортасындағы халық бізбен, біздің тұрысымызбен, біздің жүрісімізбен, біздің сөйлесімізбен, олар халық бізден үлгі алу керек. Біз мәдениетті елге кіргізетін, менталитетті кіргізетін біз 91-92 жылдары есіктің алдында той болып жатқан кезінде кінәсі жоқ адамдарды